Мұсылмансыз ба деген сұраққа қалай жауап бересіз? Алхамдулилля, мұсылманмын. Дәлеліңіз қандай? Қандай дәлел? Дәлел керек қой мұсылманмын деп көрсету үшін. Намаз оқып, ораза ұстап, бес парыз орындап жүрмін. Мысалы, сырттан білмейді сен намаз оқып жүргенде. Сен қалай дәлелдейсің мысалы? Бәрі білудің қажеті жоқ. Әркімге айтып жүреді. Калима ғой, калима. Ла иляха илlalloh Мұхаммад расулалла десең, уже дәлел да, сен мұсылман екеніне куәлік етіледі да. Жұма қабыл болсын тете. Жұма қабыл болсын. Бір сұрақ бар. Мұсылмансыз ба деген сұраққа қалай жауап бересіз? Мұсылманмын. Мұсылман, алхамдулилля мұсылман, иә. Алхамдулилля мұсылманмын. Дәлеліңіз бар ма мұсылман екеніңізге? Қалай дәлелдеу керек? Дәлелдеп. Вот мен мұсылманмын деп дәлелдеу ше. Мен намаз оқымасам да мешітке келіп садақамды берем. Зікір, салам, тағы не керек басқа? Калима айтасыз. Калима айтып отырамын. Алладан басқа тәңір жоқ. Мұхаммед оның елшісі. Елшісі сол. Я сол ғой, дәлел, соны сұрап жатқан ғой. Вы этот муслим, мусульманин? Не, я просто в Бога верю. А Бога верите? Какой Бога верите? Я думаю, что Бог один, просто вероисповедания разные. Мұсылмансың ба? Мұсылманбыз. Дәлелің қандай? Альхамдулилля. Дәлелің қандай? Альхамдулилля мұсылманмын. Калима ла иляха илlalloh Мұхаммад расулалла. Машалла бауырым. Ассалаумағалейкум достар, жұма қабыл болсын. Енді осы сұраққа көп жауап бере алмай жатыр. Біліп жүрейік, қандай куәлік десеңіздер, осы ла иляха илlalloh Мұхаммад расулалла, Алладан басқа жоқ тәңір, Мұхаммед оның елшісі деп өздеріңіздің мұсылман екендеріңізді дәлелдеп жүріңіздер. Жақсы видео лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, аман сау болыңыздар. Салауат айту деген не екенін білесіз бе? Жоқ. Салауат айту деген. Қалай түсіндірсең? Ниет білдіру, Салауат айту деген не екенін білесіз бе? Салауат деген нәрсені. Брат, мен ашық баратын тренировкаға ренжімесең. Все. Негіз білесің бе? Білем әрине. Не ол? Ал, Ерте ол. салауат ба? Аха. Әр мұсылманға парыз зат қой. Әр мұсылман білу керек. Білу керек. Салауат ла иляха илlalloh Мұхаммад расулалла. Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі. Салауат не екенін білесіз бе? Салауат пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауат айту, пайғамбарларға салауат айту, Аллаға салауат айту. Салауат не екенін білесіз бе? пайғамбарымызға не ғой? Салауат айту. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Салаллаху алейхи вассалам. Салауат не екенін білесіз бе? Иә. Не нәрсе? Пайғамбарымызға айтылады. Сәлем. Иә. Салауат не екенін білесіңдер ме? Конечно. عليك الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Не екенін білесің бе? Ол кім пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам мадақтау болып саналады ғой. Оқып жатсыңдар ма? Медресе там. Өздерің білетіндерін, иә? Жастар жақсы білетін сияқты, үлкен кісілердің. Үлкен кісілердің сұраймын, салауат не екенін білмей тұр да. Ол 70 жылдық Совет одағының зорлығынан ғой бәрі, по идее. Бізге қазір үйрететін адам қалмады, біз басқалардан үйренеміз. Салауат деген жалпы не ғой? Салауат егер кімде-кім 100 рет салауат айтса дейді, оның ақыреттік Алла жәннаттық 70-қа жетін өтеді дейді. Осы өмірлік 30-қа жетін өтеді дейді. Және бір салауат айтқан адамға 10 есе дәрежесі көтеріледі, 10 күнәсі кешіріледі және 10 жақсылық жазылады. Яғни біз 100 рет айтсақ, ақыреттегі 70-қа жетіміз өтеді Алла тағала. Осы өмірлік 30-ға жетіміз өтеді. Сонымен қоса 1000 есе 1000 күнәміз кешіреді, 1000 есе дәрежеміз өседі, 1000 жақсылық саналады дейді. Хадистерде келеді. Пайғамбар алейхиссалам салауат айтқан кезде ол саған 10 сауал айтады деген. Пайғамбарыңыз кім? Пайғамбарыңыз кім? Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарыңыз кім? Пайғамбарыңыз кім? Сұрақ. Керек па ол саған? Пайғамбарымыз кім? Ой, білмеймін. Пайғамбарымыз кім? Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз кім? Мен ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аты. Білмеймін. Орысша айт. Кто наш пророк? Мұхаммед. Пайғамбарымыз кім? Это на русском языке. Кто наш пророк? Пайғамбарымыз кім деген сұрақ. Пайғамбар кім? Ой. Мұхаммед пайғамбар бар. Иә, оған дейін де болды. Пайғамбардар енді көп. Ең бірінші пайғамбарды білесіз бе? Жоқ, қазір ойыма түспей тұр. Иә, түсініп тұрмын. Сіздің жасыңыз нешеде негізі? Мен 74-тен. Иә, әрине, память өшіп кетіп жатыр деген сияқты. Иә, қазір сол таблеткасын ішемін. Ал достар, осындай видеоны қолдап кетіңіздер.